Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен булочка жасайтын боламыз. Булочка рогалики қайнатылған сгущенкамен. Видеода көріп отырғандарыңыздай бізге су, сүт керек, ашытқы керек, шекер, тұз, ұн, жұмыртқа керек болады. Барлығын салып боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Мына жерде бір жұмыртқаның ағын саламыз да, сарысын булочканың жаңағы бетін жағуға алып қаламыз. Ұнымызды араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Булочканың бұл рецептімен әртүрлі булочка пісіре беруге болады. Өте ыңғайлы және нанымыз жақсы көтеріледі, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп болдық, жақсылап. Ендігі кезекте бетін жауып, бір жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Мен бұл жерде онша көп күтпедім. Бір 15 минуттан кейін алып жасай бердім. Қамырымызды осылай әдемілеп дөңгелетіп аламыз. Барлығын дөңгелетіп жасап аламыз. Енді дөңгелегімізді оқтауымызбен ысып, сопақша қылып ысып аламыз және шетіне қайнатылған сгущенкамызды саламыз да, видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай ұзыннан тіліктер жасаймыз. Сосын орап, жан-жағын дұрыстап ашып, осындай рогалики булочкасын жасаймыз. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау шалып қойыңыздар. Барлық булочкамызды осылай жасап шығамыз. Содан кейін бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып, араластырып, булочкаларымыздың үстіне әдемілеп жағып шығамыз. Булочкаларымыздың үстіне осылай әдемілеп жақпасын жағып шығамыз. Содан кейін 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мына жерде булочкалар енді алған бойым пештен, өте ыссы, тіпті қолды күйдіріп бара жатар. Мына жерде жұмсақ, өте дәмді, балалар өте сүйіп жейді. Жасап көріңіздер. Рахмет.